Hasad дегенimiz ne ол? Кеңірек айтқанда не зат? Ол қандай? Әрине, ол көре алмаушылық, іштарлық, тілдік мағынасы. Іштей тәмәнна бар да, тәмәнни, не затқа бір қалау бар болады. Ана қызғанып жатқан адамындағы нығметтің жойылса екен деген тілегі бар іштей. Алладан келген бір нығметті жойылғанын қалап тұру дейді. Көре алмаушылық деген нәрсе. Түсінікті? Егер де сол нығмет анада болғандай менде де болса екен, я Алла деп тұрса, бұл ғиб та. Бұл дұрыс, ештеңе етпейді. Түсінікті? Анадағы жойылсын, менде ғана болсын десе, бұл не болады? Біреудің абыройы даңқы көтеріліп отыр, осы құласа екен. Сол құлады жақсы, сенші? Сен көтеріліп жүрсең екен. Біреу мансабы көтеріліп, жаңағы билікке қарай, биікке қарай көтеріліп атса, осы бір құласа екен. Орнына барып отырғын келіп тұрмеді. Біреу ақшасы көп болып атса, осы бір банкротқа ұшыраса екен. Жұмысы жүрмесе екен. Неменеге? Оны өзіңе де қалайсың ба? Жоқ, қалам. Онда хасад. Түсінікті мәселе? Завалун ниъманы, нығметті жойылуды іштей армандау, талап ету. Бұл хасад болып кетеді. Хасадта мағнауи жағынан қарасақ, күпірлік те бар екен. Мағнауи жағынан. Ашық жоқта, сарих, ашық көріністе, хасадта көрінбегендіктен не болады? Оны кәпір деп те айта алмайсың. Түсінікті? Мағнауи жағынан. Қалай? Мысалы, егер ана нығметті жойылуды қалап тұрса, демек Алланың мына бөліскен, нығметті бөліскен әділдігіне ол разы емес та. Алланың әділдігіне разы болмаған адам ол діннен шығып кетейін деп тұр. Егер ақиқи өзін соны көрсетсе. Бірақ бұл оны көрсетіп тұрған жоқ. Мағынасында бар да ісінің. Түсінікті? Және екінші мәселе, ол Алланың жазған тағдырына разы емес дейді. Түсінікті мәселе? Алла біреуге мысалы дүние береді, біреуге ілім береді. Біреуге мансап береді, біреуге денсаулық береді. Біреуге басқа береді. Мысалы әділді бөліп бергенде мына жақта қарасаңыз бір әділ. Енді мына өз әділдігіне салып, рахымына, меріміне салып, Алла Тағала бөлісіп берген кеңшіліктерін біреу келіп, мен бұған разы емеспін десе, қалай болады ол? Күпірлік болып кетеді. Алайда оны айтып жатқан жоқ. Немесе сен соны қалайсың ба, соны айтасың ба десең, жоқ дейді. Бірақ сол салынып жатқан көре алмаушылығыменен негізі мағынасын қарасаңыз, түбінде соған бір қарсы адам сияқты болып қалайын деп тұр да. Түсінікті? Сол себептен өте үлкен қасірет екен. Не ол? Көре алмаушылық деген дерт. Түсінікті? Демек, екі нәрсе болып тұр, көрдіңіз ба? Бірі Алланың өз кеңшілігімен, рахымымен бөліскен, әділдігіне салып бөліскеніне разы емес. Екіншісі не ол? Жазылған тағдырға разы емес. Сондықтан маған неге бұлай жазды, оған неге солай жазды деген болайын деп тұр. Сондықтан бұл хасад деген нәрсе өте қорқынышты дүние екен. Сұрақ, қай біріңізде хасад жоқ? Жалпы созбайды. Қысқасы ғұламалар айтады, ла яхлул жасад минал хасад дейді. Адамның денесі босамайды дейді хасадтан дейді. Сол себептен. Просто ол не болады? Жай ғана жаңағы тығылып басылып қалады екен. Адам бір иманның күшіменен басқаның күшімен не істейді? Оны басып тастайды, басып тұрады. Сол себептен. Анау Фалақ сүресінде
Аллах Таала Кул аузу би раббил фалак мин шарри ма халак деп сыйынууга шакырган кезде мин шарри ва мин шарри хасидин иза хасад дейт. Не дейді? Көре алмаушыл адамдан сыйынамын. Хасид қашан? Иза хасад, хасадқа салынған кезде дейді. Неге? Мен хасидтен, яғни көре алмаушыл адамдан сыйынамын дей салмайды, соны мен жаба салмайды. Қашанда не болады? Хасадқа салынады сол. Иза хасад, хасад келген кезде. Түсінікті мәселе? Демек, қашан иманың әлсірейді, ол нәрседе желеп күш алып бастайды. Ашыла бастайды. Тумаластарыңа, ағайындарыңа, анау жан-жағыңа, бауырларыңа, жұмыстастарыңа ашыла бастайды. Желеп, мынау семіре бастайды. Бір кезде біреу түрт жібереді, мынау ашыла кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінің бірінде былай дейді. Иннал хасада, арасында хасад дейді. Такулул хасанат, жақсылықтарды жейді дейді. Жейді дейді. Кама такулун нар ал-хатаб, отынды жегендей дейді. Демек, адам жақсылықтарда болуы мүмкін, көптеген жақсылықтар жасап атқан болуы мүмкін, бірақ іштегі сезімін баса алмай, отында от күйіп көмір қалғандай, ана жақсы амалдарынан желеп көмір қалып атқан болуы мүмкін да. Түсінікті мәселе. Ғұламалар мына хадиске қатты зер сала келе мынандай бір тұжырымға жеткен екен. Негізі жамандықтарды жақсылықтар жуама? Бұған аят дәлел. Иннал хасанат юдхибна сайят. Жақсылықтар жамандықтарды кетіреді дейді. Юдхибна захаба кетіріп жібереді дейді. Түсінікті? Жақсылықтар не істейді? Жамандықтарды кетіріп жібереді. Енді хадиске келгенде хасад жейді жақсылықтарды, ана отынды жегендей деген мысал келтірді, я? Демек, кетір жібермейді екен. Түсінікті мәселе? Яғни, жақсылық жамандықты өшіріп, кетір жібергендей қылып, жамандық та жақсылықты кетір жібере алмайды екен. Бұл да Алланың шексіз мейірімі, көріңіз. Жейді дейді, жайлап анау. Көмір қалдырайын деп тұрды. Түсінікті мәселе? Сондықтан ғұламалар айтады, жақсылықтарды жамандықтардың кетірушісі деп қағида қабылдаймыз дейді. Жамандықтар, күнәлі істер, сауапты істерді, жақсы істерді жояды деп айта алмаймыз дейді. Бұл да бір қағида дейді. Түсінікті мәселе? Тек үш нәрседен бөлек, үш күнәдан бөлек. Ширк, Аллаға серік қосу, сосын нифақ, екіжүзділік және көпірлік. Хасад жақсылықта бола ма? Хасад жақсылықта екі нәрседе ғана болады. Білімде және жаңағы мал дүние берілген адам, оны дүниесін Алла жолында жұмсап жүрген, соған ұқсап, менде де болса деген сияқты да. Бұл жердегі хасад ғибта мағынасында. Яғни анада жойылсын, менде қалсын деген емес, дәл анандай нығмет маған да бұйырса екен деген сияқты да. Түсінікті мәселе? Яғни мынандай дүние ғой, анадағы нығметті армандама. Мүмкін ол нәрсе сенде болса, анадағы жоқ нәрсе де сенде болатын болса, сен көтер алмай қалатын шығарсың. Түсінікті мәселе? Сен бар жағын көріп тұрсың мысалы да. Бірақ жоқ жағын көрсең, мүмкін оны тілемейтін шығарсың. Бірақ екі адамнан басқа ілімі бар, Алла жолында ілімін жұмсауда, Алланың разылығын алуда, мынаның ана жағында болмайтын бір жоқ нәрселері болса да, Аллахым маған дәл сондайды берсең екен деп тұруыңа болады. Және екіншісі дүниесі бар. Алла жолында аямай,
жұмсай береді. Анау кәпір иман етпеген ауылына оралып сүйікті пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды сипаттап берші, қандай адам ол, кіммен жолықтың дегенде қандай сипатын табады? Кедейліктен қорықпайтын адамның жанынан келе жатырмын дейді. Субханалла, қараңыз, бір күнде байып, бір күнде кедей болған адамдар. Бір күнде байып, сол күні таратып жіберіп кедейге. Енді сондай Расулулланың үмбетіміз біздер, алхамдулилля. Сондықтан бұл нығметті таптырмайтын нығмет. Муавия радиаллаху анху былай дейді. Керемет сөз. Мен кімді қаласам да разы қылармын өзімнен дейді. Ақша берермін, дүние берермін, жұмыс берермін, атақ, абырой берермін, қасыма алып жүрермін. Бірақ күңшіл хасатшыны разы қыла алмаймын, мүмкін емес дейді. Түсінікті мәселе? Хасатшыл адамды, анау нығмет осы адамнан жойылса екен деген ішіндегі тілегі бар адамды мен қалай разы қыламын? Қиын деген екен. Түсінікті мәселе? Сондықтан бұл жағда бар екен. Демек, иман менен ол нәрсені, ол жамандықты адам басып тастамаса өте қиын екен. Анас радиаллаху анху риуаят еткен бір сахабаның да оқиғасы келеді. Қазір бір жаннаттық кіріп келеді дегенде, 3 рет бір жаннаттық. Соның соңында анау Абдулла ибн Амр меді 3 күн үйінде қонақ болып, сөйтіп ең соңында ешқандай артық амалын таппаған соң сұрайды, сұрағанда не жауап естиді? Ешкімді қызғанбайды да. Ешкімді таза жүрекпен. Ешкімге көре алмаушылығы жоқ. Ешкімді бір болмасын деген ниет жоқ ода. Бәрін кешіре салады. Алладан да кешірім сұрап жатады. Қарасаңыз қандай кеңдік, иә? Соның өзі жаннатқа бір алып баратын бір дүние болып табылады екен.